Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде бумажный сюрприз. Және де бүгін бізде екі новинок, яғни екі новый коллекция. Біріншісі күлгін тема и екіншісі Санрио. Осындай екі новый коллекция и бірден таңдай берейік, қалғандары сіздерге таныс. Әртүрлі коллекциясынан мен әртүрлі коллекциясынан таңдағым келеді мен. Осы коллекцияны таңдаймыз, яғни осы пакетикті. Келесі бізде ол кактус. Кактустан үшеу алған, и мен мынаусын таңдаймын. Екеуін бірге қояйын. Келесі жарғанат коллекциясы. Бұдан мен осы көк шілдеусін таңдаймын. Келесі, давайте новый коллекцияны көрсетіп шығайын. Осындай дәптер, сосын осындай бір күлгін тема и жүрек, осындай күлгін конфет. Так, осындай жұлдыз, екі жұлдыз, потом осындай көз типі. Дұрыс алмадым. Бірден таңдап кетейік. Так, мен осындай күлгін жұлдыз таңдағым келеді. И келесі тағы да новый коллекция, Санрио коллекциясы. Осындай жасыл, осындай күшікпен, сосын осындай куромейдің қалпағында тұратын, потом осындай, короче, мен таңдағым келіп тұр бұл жерден. Бір түрлі шыққан, осы. Мен осыны таңдаймын. Келесі бізде күшік коллекциясынан біреусін таңдай салайын. Рапунцель коллекциясынан мен осындай розовый түсті таңдаймын. Келесі обой коллекциясы. Мен негізінде обой коллекциясы үшеу-ақ, сол себептен таңдамайын деп шештім. Себебі бұны таңдасам мен осы бітетін күні барлығын естеп кетуі мүмкін, бітіп қалуы да мүмкін. Сол себептен мен таңдамадым. Так, келесі мынадан мен осындай бір түрлі түсті таңдаймын. И келесі мына white түсті қоңғы белгісіз коллекциясынан мен көсі белгісіз таңдаймын. Бізге бүгінгі распаковкада осыншама пакетик. И және де бізде не бар? Адвент календар розовый тема дейтін, мен бұдан біреусін таңдап ашатын боламын. Бізде ең бірінші күшік коллекциясы. Күшік коллекциясынан да уже аз қалды. Бұл да жақында бітеді. И ашайық. Оны уже номері барлығы көрсетіліп тұр. Номер 4 әрине. И осындай ауырып жатқан күшік. Так, бұны жерге жабыстырамыз. Так, келесі бізде белгісіз коллекциясы. Осы коллекция. Бізде номері 6 шықты, біз мұнда жабыстырамыз. И бұл бізде осындай ол. Және де достар, жақында қандай новый коллекция шығарайын, сол комментарияға жазуды ұмытпаңыздар енеді. Келесі бізде плюшки коллекциясы. Осы коллекция. Достар, және де видео ұнап жатса, әрине де маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізде екі плюшки шықты. Жабыстырайық. Бұл тек біреусінен екеу шығып тұр. Келесін қазір ашамыз. Осында роза шықты, өте әдемі. Так, келесі коллекция бізде Рапунцель коллекциясы. Рапунцель. И бізге келесі видеодан новинок болады әрине де.
бізде осындай. И вот қараңыздар. Спасибо дейтін тун ойнап көрмей тұр. Осындай шықты жабыстырайық. Келесі коллекция. Бізде кактус коллекциясы. Кактус уже бітейін деп қалды. Номер 4 кактустан вот мында жабыстырамыз. И бізде осындай очки киіп тұрған дейді не кактус. 4-ке жабыстырамыз әрине де. Келесі бізде жалғанат коллекциясы осындай. И және де достар, мен келесі распаковканы неғылып түсіргім келіп тұр, асмар қылып. Бұл номер 1, біз мұнда жабыстырамыз. Осындай коробкада отырған жарғанат. Неге келесі не коллекция бізде ол әртүрлі... Бізде айтпақшылы розовый тема коллекциясы бар айтпақшылы. Ол бізде сіздер білетіндей не адвент календар. Осындай адвент календар бізде. Біз қайсысын ашамыз? Мен осыны ашқым келіп тұр. Перфорация деген топ қойма құшташылық. И бізде осындай макарон шықты. Жүрекше макарон. И бұның номері 4, біз мұнда жабыстыратын боламыз. Өте әдемі макарон. Мен макарон әлі жеп көрмегем. Вот, короче, күшті ашылады арты. Мінекей. Так, келесі коллекция бізде. Так, әртүрлі коллекциясы. Алдыңғы видеоның новинығы. Және де мен бұл пакетиктерді алып қалам. Естелік сақталып, бұл номер 3 екен, біз мұнда жабыстырамыз. И бұл бізде осындай Рапунцель. Бұл маған қатты ұнайды, қараңыздар, Рапунцель. Бұл негізінде басқа да қыздар бар. И достар, және де мен наклейканы қалай жасайтынымды түсіремін жақында. Ойна арты алынбай алдым. Вот. Біз мұнда жабыстырамыз. Және мұна дауыстарға мән бермей қойыңыздар, далада ремонт болып жатыр. Так, келесі коллекция бізде. Бізде келесі коллекция ол Санрио. Бүгінгі видеоның новый коллекциясы яғни. Вот біздегі вот. Осындай күшігі бар Санрио. Бұның перфорациясы осындай. Артынан ашамыз яғни. Вау. Бізде қандай шықты деп ойлайсыздар. Ішінде біреу ақ. Так. Ішіндегілердің ең әдемілерінің бірі шықты. Вот қараңыздар, өте әдемі. Көрдіңіздер ме, өте күшті. Так, бұның номер жоқ әлемінде, біз қалған жерге жабыстыра береміз. Так, қай жерге жабыстырамыз? Давайте осы жерге. Өте күшті. Так, келесі коллекция бізде ол күлгін тема коллекциясы. Және де мына жақтарда уже бізде новинктер артқы жағында. Новая коллекция. Оның тек пакетигі ғана дайын емес, ал қалған наклейка барлығы дайын тұр. Так, күлгін осындай күлгін тема коллекциясы. Мына жерге, бұл жерде 6 наклейка күлгін тема. Мынандайлар жабыстырдым. И бұның перфорациясы да осындай.
мәссаған күшті шықты. Вау, бізде домалақ ипылмында жапсат. Бізде осындай наклейка. Бұл өзі официальный осындай наклейка. Түйме, мындай кәдімгі түйме и ортасында жіптер тұр. Бұл кәдімгі наклейка болғандықтан күшті жапсат, еще күшті арты алынады. Мынамен де наклейка жасауға болады қайтадан. Вау, күшті шегісті. Қараңыздар. Өте әдемі наклейка. Короче, маған қатты ұнап тұр. Вот, жабыстырдым. Дәл ровно жабысты. Короче, мыналармен қайтадан наклейка жасаса болады. Мына жерде тағы да бар. И, короче, мен сіздерге келесі видеода осыларды да көрсететін боламын. Қаншама новый коллекциялар бар мына жақтарда. Неде көрсеткім келіп тұр, болмайды бізге дегенде маған. Несіне мына жерді тағы да әдемілеймін. Оған уайымдамаңыздар. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер де видео ұнаса, маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. И алда өте қызықты видеолар, челлендждер барлығы да шығатын болады. Сол себептен маған тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі новый коллекция сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, комментарийға жазып кетіңіздер. Және де сіздер менің комментарийға бір нелерді айтасыздар, сандарды. Мысалы, дәптерден бірінші десеңіздер біріншісін алам, үшінші десеңіздер үшіншісін алам. Солайынан комментарийға жазып кетіңіздер, мен сіздердің айтқандарыңызбен таңдаймын. Және де менде уже 7 мыңға жақындап қалды. Сол себептен барлықтарыңызға рахмет тіркеліп жатқан адамдарға. Егер де тіркелмеген адамдар болса, әрине де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге арнап өте қызықты видеолар, челлендждер, распаковкалар түсіретін боламын әрине де. Менің видеом аяқталды. Егер де видео ұнаса, маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.